Сәлематсыздар ма балалар? Отыра қойыңдар. Балалар, бүгін бізде ана тілі сабағы. Сабаққа алғаш көңіл күйімізді көтеріп алу үшін барлығымыз бірге орнымыздан тұрамыз. Психологиялық ахуал көңіл күйімізді көтеріп алайық. Бәріміз бірге қайталаймыз. Біздің сынып тамаша. Біз оқимыз жарыса. Күнде бестік аламыз. Үлкен азамат боламыз. Бүгінгі күнімізге жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Оқушылар, олай болса, өткенді пысықтау мақсатында барлығымыз бірге мына экрандағы жұмбақтардың жауабын бірге тауып көрейік. Асты тас, үсті тас, ортасында шандыр бас. Тасбақа. Дұрыс айтасыңдар. Келесі, қалың киім ұнатады, шешіндірсең жылатады. Шешіндірсең жылатады. Жоқ, ойланамыз. Қалың киім ұнатады, шешіндірсең жылатады дейді. Жоқ. Иә, дұрыс айтады. Жуа, пияз яғни. Дұрыс айтады, сыртын ашқан кезде көздерің аши ма? Жуаға қараған кезде көздеріңнен? Иә, ашиды, жас шығады, иә? Жарайсыңдар, келесі. Бұл не деген көп киім? 70 қабат көп киім. Жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар. Түймелеуге жетпейді дейді. Жоқ. 70 қабат көп киім дейді. Қабат-қабат тоны бар. Сендерге кішігірім подсказка, тағам олда. Жоқ. Қабат-қабат қалың. Жоқ, пияз жуа емес. Жақсы балалар, келесі жұмбақ. Жазу жазып жалықпаған, жаза-жаза арықтаған. Ол не? Бор, жарайсыңдар. Келесі, қиналып көтеріп, өзінен ауырды. Жорғалап кетеді, жүкшідей кәдімгі дейді. Өзінен ауыр нәрсені көтеріп, жорғалап жүреді дейді. Өзінен ауыр нәрсені көтеріп алып жүреді. Жоқ. Жоқ. Жорғалап кетеді, жүкшідей кәдімгі. Жәндік ол. Күн жылыда жерде жүреді не? Құмырсқа. Келесі. Қыста киімін тастайды, көктемде киіне бастайды. Жоқ. Бізде керісінше емес па? Қыста киімдерін тастайсыңдар ма не? Кешсендер киіне баласыңдар ғой адамдар. Қыста киімін тастайды дейді. Көктемде киіне бастайды. Жоқ. Ағаш. Яғни мына жұмбақтың жауабы ағаш екен. Неге? Өйткені қыста жапырағы бола ма оның? Болмайды. Қыста киімін тастайды деп сол үшін айтып тұр. Ал көктемде ертең күн жылығанда жапырағы өсіп шыға ма қайтадан? Соны айтады. Қайтадан киіне бастайды дейді. Жарайсың. Олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымыз жуан және жіңішке жұп дауыстылар екен балалар. Дауыстылар нешеге бөлінеді дедік? Қандай? Жуан және жіңішке. Дұрыс. Жуан және жіңішке болып екіге бөлінетін еді. Осы сабаққа дейін. Енді бүгін біз тағы жұп дауыстыларды үйренетін боламыз. Оқушылар,
олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбын одан әрі ашу үшін мен сендерге қазір мына топтан оқушылар келеміз. Тақтада тапсырма орындаймыз. Кезекпен, асықпай. Айсұлтан, баста. Кез келген ұяшықтың біреуін таңда. Он сөзінің жұбын тап дейді. Өн дұрыс. Жарайсыңдар, келесі ұяшықты. Альмира баса ғой. Барлығымыз бір-бірден ұяшық таңдаймыз. Ал сөзінің жұбын тап дейді. Жақсы. Баса ғой, Али. Сыз, сіз. Жарайсың, келесі ай болады. Бір ұяшықты таңда. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Екіге, жарайсың. Келесі, Әбіл Мансұр, бір ұяшықты таңда, сұраққа жауап бере ғой. Олай болса, екінші топ, келеміз тапсырма орындауға. Келеміз. Баса ғой. Оқимыз сұрақты. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді дейді. Екіге. Иә, жарайсыңдар. Жуан дауысты дыбыстарды белгіле дейді. Жуан дауысты дыбыстар қайсысы? Баса ғой. Дұрыс. Он сөзінің жұбын тап дейді. Он. Үн. Дұрыс. Жіңішке дауысты дыбыстарды белгіле дейді. Қайсысы? Иә. Ә, е, ө, ö, Тыс. Тыс, тіс. Тос, түс. Жарайсыңдар. 10 сұрақтың 9-на дұрыс жауап бердіңдер. Отыра қойыңдар. Келші. Үшінші қатар келеміз. Үшінші топ тапсырма орындауға келеміз. Жақсы. Үшінші топ сұрақтарға жауап береміз. Оқимыз. Тос. Түс, иә. Кезекпен басамыз бәріміз, асықпаймыз. Ор, өр, дұрыс. Абдурахман басады енді. Тыс, тіс. Иә. Ал сөзінің жұбын тап дейді. Қайсы ал сөзінің жұбы? Қайсы? Әл. Дұрыс. Ал, әл. Қайсы жіңішке? Жіңішке дауысты дыбыстарды белгіле дейді. Дұрыс. Он сөзінің жұбын тап. Үн. Соңғы. Жуан дауысты дыбыстар. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Бүркіт Ысқақов ақын 1942 жылы Қарағанды облысының Нұра ауданына қарасты Көкмөлдір деген жерде туған. Зерек жас ел аузындағы қисса дастандарды зейін қоя тыңдап, жаттап алып жүрген ең алғашқы өлеңі ана туралы жыр деп аталған екен балалар. Олай болса, бірінші жаттауға қараймыз түгел. Мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді бізге. Отан туралы өлең берген. Кітапта да бар. Мәнерлеп оқимыз кеттік. Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Балалар, бұл жерде бізге бейтаныс сөз, қандай сөз екен? Өлке. Өлке деген
аймақ, өңір деген мағынаны білдіреді екен. Түсінікті ме? Отан дегенде нені түсінесіңдер? Не елестейді отан деген сөзді естіген кезде? Ата-анамыз, сосын тағы бауырларымыз, сосын достарымыз, сосын бауырларымыз, туған жер, сосын тағы дұрыс айтасыңдар. Отан дегенде бізге туған жеріміз, бауырларымыз, ата-аналарымыз ең бірінші ойға келеді екен, дұрыс айтасыңдар. Келесі міне қараңдар. Дос, бауыр, жер, тіл. Біздің тіліміз қандай тілі? Қазақ тілі. Ауыл, тарих, ел, ата-ана екен балалар. Жарайсыңдар. Келесі. Жазу дәптерімізді ашамыз. Жұмыс дәптерді ашамыз. Отан сенің ата-анаң, отан сенің, отан досың, бауырың, отан өлкен астанаң, отан аудан ауылың, отан тарих, отан тіл, жасаған елің, егер халқың, отан өлең, отан жыр, көтерген көке ел даңқын. Отан сенің ата-анаң, отан досың, бауырың, отан өлең, өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Отан сенің ата-анаң, отан досың, бауырың, отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Оқушылар, олай болса, дәптерімізді ашамыз. Бүгін бізде көркем жазуға қандай әріп? Л әрпін жазамыз. Дәптерді ашамыз. Түгел дәптерді ашамыз. Көркем жазумен әдемілеп жазамыз. 16-шы қоңырауды ашамыз. Л әрпін толтырамыз. Әли. Мақалды көркем жаз деген екінші жаттығуды орындаймыз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Көркем жазумен жазамыз. Балалар, олай болса барлығымыз бірге сергіп алайық. Орнымыздан тұрамыз. Қаламдарды қоямыз. Бидің қимылын бірге қайталаймыз. Бәріміз бірге. Түгел бәріміз тақтаға қараймыз. Сөздерді салыстырып, оқы көшіріп жаз дейді. Түгел оқимыз. Ал, әл, сан, сән, ыз, іс, тыз, тіс, он, үн, тұз, түс. Жарайсыңдар. Сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарды ата дейді. Мына жерде бір мысал айтайық. Сан деген
кәдімгі сан, иә? 1, 2, 3, 4. Ал сән деген, не ол сән? Сән деген әдемілік, сәнді киініп алыпты, сәнденіп алыпты деп айтады, иә? Так, кеттік. Та, балалар, қазір мен сендерге топтық жұмыс берем. Барлығымыз бірге топтық жұмысты топтасып тұрып орындаймыз. Келеміз. Кел, қараңдар. Мына жерде сендерге жуан және жіңішке ата мен әженің үйі берілген. Сөздерді соған апарамыз. Екінші топтың тапсырмасы. Келеміз түгел. Орнымыздан тұрамыз да келеміз. Сөздің аттарын жазасыңдар. Сосын жуан жіңішке қандай айтамыз. Сендер жуан дауыстыларды қоршайсыңдар. Түгел. Жуан дауыстылар қайсысы? Жуандар оқы. Ондан кейін тұрып қара. Үкі деген. Жіңішкені әженің үйіне апарамыз. Келесі қарындас. Қайда апарамыз? Иә. Та, топтық жұмыс болдық па, балалар? Топтың атынан бір оқушы шығып, жұмысты қорғаймыз, мына жерге шығып, түсіндіреміз. Кім келеді? Мына топтан кім шығады? Кім шығады мына топтан? Кел, Раяна, қағаз ал. Так, олай болса, 3 топ жұмыстарын аяқтады, оқимыз. Сендерге қандай тапсырма берілді? Ата мен әже. Иә. Ата мен әженің үйіне дауыстап жіңішке. Иә. Жуан жіңішке. Сөздерді апару, иә? Атаның үйіне қандай сөздерді апардың? Оқи ғой. Иә. Алсын, әке, отан, қарындас. Иә. Дұрыс, жарайсың. Жақсы, бірінші топ өте жақсы орындаған. Келесі, Раяна. Сендерге тапсырма? Иә. Күн, дұрыс. Иә. Тау, гүл. Иә. Оның ішінде жіңішке дауыстылар қайсысы? Жіңішке дауысты сөздер қайсысы? Күн. Иә. Сосын қайсысы бар? Гүл. Жақсы. Үшінші топ оқи ғой адай. Тапсырмаңды. Жуан дауыстыларды Иә. Иә, жуан дауысты дыбыстарды белгілеу сөздердің ішінен. Белгіледік па? Оқи ғой. от, Иә. алтын, Иә. қарындаш, Иә. ұл, отан, айна, дос. Жақсы. Жарайсыңдар. 3 топта тапсырманы дұрыс орындаған, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Орнымызға отырамыз. Иә. Енді жуан дауысты дыбыстар және жіңішке дауысты дыбыстар дейді. Жуандар қайсысы? Иә. Сосын тағы. Иә. Иә. Дұрыс. Келесі жіңішке. Иә. Дұрыс. Дұрыс. Дұрыс, жарайсыңдар. А, Ә, О, Ö, О, Ö. Бүгінгі өткен қандай? Жұп дауысты дыбыстар. А, Ә, О, Ö, О, Ö екен балалар.